Құрметлі президентіміз тарапынан мектепке шеккен білімдер тарауына айрықша ахмет беріліп жатыр. Бұның айқын дәлелі болып, осы жылдың 5 февраль күнгі 19 салы парманы қабыл етіліп, бұл жерде мектепке шеккенгі тарауында және бір жаңалықтар кіргізілген болып есептелінеді. Айтып кетсек, әр бір аймақта жаңа аулат мектепке шеккен білім шөлкімдері құрылып, бұл жерге жоғары мағлұматлы педагогтар қабыл етіледі. Істеген педагогтарға 20% үстеме де төленеді. Және бір жаңалықтардың бірі мектептің бірінші басқышы болып мектепке шеккен тарау болып есептелінеді, мектепке даярлау топары болып есептелінеді. Осы 2027-28 оқу жылынан бастап мектепке даярлау топарларын біткерген балаларымызға электронды түрдегі сертификат тапсырылады. Бұл сертификатлар оқу біткерген уақытта шақыдаттамамен біргелікте беріледі. Және бір жақсы жаңалықтар тәдбіркарлар іспілерлеріміз үшін жаңадан құрылып отырған жайларымыздың бірінші қабатында мемлекеттік емес жеке мектепке шеккен шөлкімдер құрылып, бұл бойынша іспілермелерде көп жеңілдіктер беріліп жатыр. Және айта кетсек, парманың ахметі, мазмұны хақында Нөкіс қаласындағы барлық мектепке шеккен білім шөлкімдерінде түсіндіру жұмыстары алып барылып жатырды. Педагогтарға, барлық қызметкерлерге парманың қандай мазмұны, қандай ахметі бар, біздің рауажланып отырған Өзбекстанымыздың рауажланып отырған мектепке шеккен тарауында жаңалықтармен таныстырып жатырмыз. Бұл парманды орындау бойынша және бір айрықша айтып кететініміз балаларды ойын арқылы тәрбиелеу. Бұның айқын дәлелі міне қазіргі Нөкіс қаласындағы 553 салы мектепке шеккен білім шөлкемінде осы эксперимент тәрізінде өткеріліп жатырды. Мен ойлаймын, бұл үлкен өзінің бір нәтижесін береді деп.